Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз қызылшадан корейский салат жасайтын боламыз. Бізге ең алдымен керектісі 500 грамм қызылша. Осылай тверкадан өткізіп аламыз, ұзынша етіп. Енді бұған 2 чеснок қосамыз. Осылай чесногымызды майдалап турап аламыз. Чеснок езгішпен болса да қоссаңыздар болады, осылай қолмен турап қоссаңыздар да болады. Осылай 2 чесногымызды майдалап турап қосып аламыз. Жарты шай қасық тұзымызды саламыз. 1 қасық шай қасықпен шекерімізді, шай қасықпен қара бұрышымызды және қызыл бұрышымызды саламыз. Және бұған 70% уксус қосамыз. Сірке суы 1 ас қасық қосылды бұған. Дәміне қарай көбейтіп немесе азайтып қоса берсеңіздер болады. Ендігі кезекте бір бас пиязымызды майға қуырып қызартып аламыз. Сол ыстық күйінде осы бұрыштарымыздың үстіне құямыз. Қызып тұрған майға осы пиязымызды салып қызартып аламыз. Мөлшермен 60 граммдай 5-6 ас қасық сұйық май дәл осылай қызартып қуырып аламыз. Пиязымызды ыстық күйінде осы бұрыштың үстіне құямыз майымызды. Барлығын жақсылап араластырып, бір түн немесе 3-4 сағат қойып қойымыз қажет. Жақсылап араласуы қажет ішіндегі қоспалар. Қараңыздар, салатымыз өте жылтыр, әдемі болып шықты, дәмі өте керемет. Үй жағдайында осылай дайындап көрсеңіздер болады.